Сәлеметсіздер ме? Бүгін назарларыңызға арт-терапиялық жаттығу түстер терапиясын ұсынамын. Бұл жаттығу жалпы адамның көңіл күйін, эмоционалдық жағдайын жақсартуға бағытталған. Бұл жаттығуды орындау барысында сізге түрлі түсті бояулар, қарындаштар, қағаз және тағы да басқа материалдар қажет болады. Сонымен сізге нұсқаулық. Бірінші қадам, жағымды эмоцияларға байланысты түстерді таңдап алыңыз. Мәселен, қуаныш, тыныштық, жағымды көңіл күй, сенімділік және тағы басқа. Екінші қадам, қағазға осы түстен шеңбер салып, оны толықтай толтырып шығыңыз. Яғни бояп шығыңыз. Үшінші қадам, шеңберге қарап, және бұл түс сіздің көңіл күйіңізге, жалпы эмоционалдық көңіл күйіңізге қалай әсер ететінін байқаңыз. Бұл процесте сізде қандай сезімдер, қандай ойлар туындағанын байқаңыз. Төртінші қадам, ашу, қорқыныш, тағы да басқа қайғы деген сияқты реніш, осы сияқты жағымсыз эмоцияларға қатысты басқа бір түсті таңдап алыңыз. Бесінші қадам, енді осы түстен шеңбер салыңыз және шеңберді осы түспен толығымен бояп шығыңыз. Алтыншы қадам, шеңберге қарап және бұл түс сіздің көңіл күйіңізге, эмоционалдық жағдайыңызға қалай әсер етіп жатқанын сезініңіз. Бұл процесте сізде қандай ойлар, қандай сезімдер пайда болғанын байқаңыз. Жетінші қадам, енді екі шеңберді бір-бірімен салыстырып, олардың арасындағы айырмашылықтарды анықтаңыз. Сізге қай шеңбер көбірек ұнайды? Өзіңізге қай шеңберді қалдырғыңыз келеді? Сіз қандай шеңберді өзіңізден алыстатқыңыз келеді, немесе өзгерткіңіз келеді? Енді 8-ші қадам, осы негативті шеңберге позитивті қандай түстерден элементтер қосар едіңіз? Немесе одан басқа фигура жасап шығаруға болады. Бұл сіздің шеңберді қалай қабылдағаныңызға әсер ететінін анықтаңыз. Ол сізге ұнамсыз болды ма? Немесе жаңағыдан гөрі жақсырақ әсер етті ме? 9-шы қадам, жаттығуды аяқтағаннан кейін сіздің ойларыңыз бен сезімдеріңіз қандай болды? Біріншіден, сіз өзіңіз туралы жалпы не білдіңіз? Екіншіден, көңіл күйіңіз бен эмоционалдық жағдайыңызды реттеу үшін түстерді қалай пайдалануға болады? Осы жайында өз пікіріңіз бен шешімдеріңіз бен бөлісе кетіңіз. Сіздерге пайдалы болғаным үшін қуаныштымын. Сіздермен әрдайым бірге пайдалы психология арнасы. Бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.